Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өзімнің жасап жүрген блин рецептісін бөліспекшімін. Өте оңай әрі бір жасағаннан шығады, ажурный болып шығады прям. Олай болса, оған керек заттар бізде жұмыртқа, қант немесе сахарный пудра. Одан кейін міндетті емес ванилин, бірақ мен қосатын боламын, кішкене ғана қосамын. Қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Одан кейін жылы сүт, одан кейін май және кипяток. Олай болса кеттік. Алдымен осылай жұмыртқаларын, как обычно, жарып аламыз, футчик деп араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Негізінде қант бітіп қалды, сосын сахарный пудра салдық. Сахарный пудраны араластырамыз, разница жоқ. Одан кейін ұнымызды саламыз, ұнымызды араластырамыз. Оның жартысын саламыз, сосын ванилинді үстіне салып, тағы да ұн салып, жаңағыдай ситадан өткізіп араластыратын боламыз венчиктің көмегімен. Неге ситадан өткіздім? Ситадан өткізген кезде ұнның арасына ауа кіріп, жаңағыдай комочек болып қалмайды. Одан кейін майымызды құямыз, осындай менде оливковое масло. Егер шемішкі майын болса, шемішкі майын да қоссаңыз болады. Одан кейін сүт, менде бокал осы 200 грамм мен деп есептедім да, осы бокалмен сүтті де суды да құятын боламын. Араластырғаннан кейін сәл ұнды саламын, қалған ұнды. Одан кейін жаңағы бокалмен қайнап тұрған суымызды құямыз, кипяток, яғни араластырамыз, и без лишних мука, вода, молоко. Тогда будет идеально. Егер шынымен де көбірек керек болатын болса, ровно 2x қылып ингредиенттер көбейтесіз де солай жасайтын боласыз. Қызып тұрған табаға блинді құйған кезде осындай ажурный болып құйылу керек, сонда идеально болады. Міне біздің блинларымыз дайын. Подачасына қаймақ немесе варенье ұсына аласыз. Сіздермен болған